иммунокод шығады ертең, жаңартылған түрі шығады, трансфер фактор деген атаумен шығады. Осы иммунокодтың өзін Вильям Хенк деген Америкада Нобель премиясына ие болған мықты ғалым ойлап шығарған, 30 жыл зерттеп жүр. Мынаның құрамында трансфер фактор бар. Трансфер фактор дегеніміз, ол мына тұқым қуалайтын ауру болады ғой, иә? Мына тұқымнан тұқымға өтетін, сол тұқым қуалайтын ауруларды жояды соның құрамындағы трансфер фактор. Тұқым қуалайтын ауру бұл жаңағы ананың сүтімен келеді, қанмен келеді. Міне соны, сол ауруды жояды. Одан кейін үлкен кісілерде ішсе болады, кішкентай балаларда ішсе болады. Мынаның құрамында, ішінде 90 капсула бар. 90 капсула бәленбай уақытқа жетеді. БАДы емес бұл клеточный питание. Біздің мынау клеткаларымыздың тамағы бұл өнімдер. Сосын ДЦП-мен, аутизммен ауыратын балаларға өте жақсы, ЗПР-мен ауыратын балаларға, сосын жаңағыда иммунитет төмен, гайморит, детский гайморитке өте жақсы. Мына салмағы 25 килограммнан асатын балаға күнде бір капсуладан бере бересіздер. Мен үйдегі 3 балаға да берем. Осы иммунокодты. Иммунокод ертең осы иммунокод трансфер фактор деген жаңартылған түрінде шығады. Мына иммунокодты кешегі жол акцияға үлгеріп қапты, әйтеуір бір магазин ғана үлгеріпті осы акцияға, сомен 2 банкасы ғана келді. Сомен ұстап отырған ғой, өзім балаларыма берем осын, қысы бойы беріп шығам деп. Қысы бойы беріп шығасыздар, бала деген ауырмайды. Грипп, тұмау, анау деген нәрсе.